Жаратылыстану пәні 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы көлеңке театрын қалай жасайды? Оқу мақсаты денелердің жарықты шағылдыру қасиетін түсіндіру, экспериментті жоспарлау және жүргізу. Көлеңке дегеніміз жарық көзін қарама-қарсы жақта пайда болатын қараңғы аймақ екенін кешегі сабақтан білдің. Ал енді бүгінгі сабақта көлеңке театры деген не? Ол қалай пайда болды? Оны кім ойлап тапты деген сұрақтарға жауап береміз, балалар. Just a dead thing you can claim. I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat what he green? And you sing with all the voices of the mountain. Олардың зерттеуінше, ең алғашқы көлеңке театры ежелгі адамдар ойлап тапқан. Адамдар оны кешкілік, үңгірде от жағып, соның айналасында жиналған кезде байқап қолдана бастаған. Бұл көріністер не туралы болуы мүмкін еді? Олардың аң аулаған сәттері мен тұрмыстарының көріністері. Актерлар нені бейнелейді? Аңдар мен адамдарды. Көлеңке театрының отаны орталық Азия болып саналады. Ол баста сұлбалар, жіңішке таяқшалар бекітіліп, ақ түсті жібек матаның арғы жағынан көрсетілген. Кейін мұндай театр Қытайда, Үндістанда, ал 18 ғасырда Европада танымалдыққа ие болды. Оның Францияда, Англияда өте жақсы бағалаған. Қазіргі кезде ол Индонезия мен оның маңындағы елдерде басты ойын-сауық түріне айналды. Актерлер шымылдықтың артында тұрады да, олардың көлеңкесіне арнайы ілінген матаның бетіне түсіріледі. Егеш пен Эфрика көлеңке театрын көрсетпек. Көлеңке жақсы көріну үшін көмек берейік. Көлеңкені жақсы көріну үшін бөлмені қараңғылау керек. Сонда көлеңке анық болады. Бөлме жартылай қараңғы болса, көлеңке бұлыңғыр болады. Жарыққа жақындаған сайын көлеңке үлкейеді, алыстаған сайын көлеңке кішірейеді. Мына суретте шалқан ертегісі екенін көріп тұрмыз. Театр шынайы көріну үшін шалқанның орналасуы дұрыс болып тұр ма, балалар? Балалар, енді оқулықтың 57-ші бетіндегі суреттермен жұмыс. Жауабын дәптерге жазып алайық. Таң атқаннан кешке дейін көлеңке өзгеріп отырады. Неліктен деп ойлайсың? Көлеңке неге байланысты өзгеріп отырады? Балалар, үйге тапсырма. 54-55 бетті оқып, мазмұндап келеміз. Есіңе сақта. Бүгін сабақта балалар не білдіңдер? Не ұнады? Нені өзгертер едің? Келесі сабақта не білгің келеді? Ой бөлісіп айта отырайық, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін сабаққа жақсы қатысып отырдыңдар. Мен сендер үшін мақтанамын. Қатысқандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Сау болыңдар, балалар.